Ассалаумағалейкум жігіттер, мынандай сотка инжектор кәдімгі пассажирский газель электрический вентилятор. Бұда мына жақта болмаған, гидромуфт ештеңе жоқ. Сотка инжектордың бірінші шыққан поколениелері ғой. Бұларда 24-ский патрубкамен салынады. Бірінші шыққандары походу. Енді бұда причина су қызып кетті. Су қызғанда да су блокқа бармай қалып, радиаторда қалып кеткен. Термостат ашпай қалды деп өзім солай ойладым. Головкың қызғаны көрініп тұрған шығар. Былай көрсетейін, о датчик, балансир датчик деп айтады негізі. Мына қолмен көрсетейін. Міне мынау еріп кеткен көрініп тұрған шығар. Татуға соған дейін жүрген ғой. Негізі сотканы біреулер жамандайды. Негізі білмеймін. Татуға блок бәрі қызып жүріп келген ғой машина сонда да. Сосын жарты жолға келгеннен кейін мотор қатты тақылдап кетті дегеннен кейін тоқтады ойбай деп. Негізі водителем айдайтын тұғын бұл машина. Сол жерде тоқтап келсем, мотордың прокладкаларынан түтін шыққанда татуға өртенейін деп тұрған блок. Блогым бәрі. Сосын жайлап майдың шуғын көрдім. Моторға су кетпеген әлі. Бірақ машина жанып тұр. Сол кезде менің түсінбегенім, радиатордың ауа шығаратын патрубкасы бар ғой, кішкентай рассчитный башоққа баратын. Соны ашқан кезде енді башоқты ашқан кезінде су лақтырып атқан жоқ. Менің түсінбегенім, ішінде су бар, көрінеді. И мынаны суырам мен. Сөйтсем мына бекітіліп қалыпты. Осын суырып, бекітіліп қалған жаңа неғып шұқылап жүрем. Ауа кетті да, соны блокқа су кетті. Вот осыны түсінетіндер бар ма? Мынау радиаторға барады, кәдімгі радиатордың. Түсінікті ол үшін. Ауа шығатын деп айтамыз ғой, былайша айтқанда. Осы рассчитный башоққа барады. Осыған қоқым тұрып қалыпты и блокқа су жібермей қойған. Мен өзім ойлағам, термостат қатып қалып, жабылып қалды ма деген оймен не қылдым. Оказывается, помпа бәрі айналып тұрған. Сондай болып тұр жағдай. Кім білет, кім не айтады. Енді маған қызығы, мына блок жарайды, жарамайды. Мен жарамайды деп отырмын. Головка да, блок та жарамайды. Бірақ машина оталып тұр әлі. Оталады. Бірақ күші жоқ. И жаңа азанда тұрып, жайлап, жан-жаққа қарап, майдың шуын көтеріп басам. Сіздер көрінер ме, көрінбей ме? Мынаны қараңызшы. Көше суарласып кеткен. Бірақ негізі азанда оталдырған жоқпын, кеше оталдырғам. Кеше оталып тұрған. Азында мұздай кезде шешкен ыңғайлы ғой деп оталдырмағам. Вентилятор қосылады. Бұл жерде негізі менің электричество жағынан проблема болған. Менде соткілерде негізі чек жанады қызыл. Маргайт етеді. Менде суым 80-ді көрсетіп тұра берген. Водитель суды 80-ді көрсетіп тұрған екен жүре берген. Ол ойлаған штангелдің басын кетті, шақылдап тұрған екен. Солай өз түсінігі солай болған. Мен де түсінігім солай болды. Маған звондаған бір ауыз айтқан. Клапанның басында штангелдің басы сынып кетті ма жаңағы. Сондай болған шығар деп мен де өзім сөйтіп. Су қандай дедім? Су 80-де деді. Сондай болып тұр енді.